Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен әлемді сүйемін» деп аталады. Адам әлемнің бір бөлшегі. Адам қоршаған әлеммен өзінің біртұтас екенін түсіне бастағанда ғана әлеммен үйлесімде болады. Осындай үндесу, үйлесімге ие болған жанның бүкіл табиғатқа, адамзат баласына деген сүйіспеншілігі оянып, адамдармен және қоршаған ортамен қарым-қатынасында үлкен қуанышты басынан кешіреді. Құрметті оқушылар, назарларыңызды сабақтың дәйек сөзіне аударғым келеді. Әйгілі орыс жазушысы Федор Достоевскийдің «Сұлулық әлемді құтқарады» деген пікірін қарастырып көрейік. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Сұлулық пен әлемнің қауіпсіздігі арасында қандай байланыс бар? Осы сұрақтар төңірегінде сыныптастарыңызбен, ұстаздарыңызбен және отбасы мүшелерімен бірге талқылап, ой түюге тырысыңыздар. Адамның сыртқы сұлулығы да маңызды, алайда оның жан сұлулығы одан да маңыздырақ. Жан сұлулығы сөзсіз сана сезімнің басқаға қарағанда жоғарылығынан туындайды. Адамның өнер мен білімге, өмір сүруге құштарлығы, айналасындағы сұлулықтың бәрін жоғары бағалауына, сүюіне ықпал етеді. Сұлулықты көре білсең, оны бағалай да білесің. Көркем шығармаларда табиғаттың көркін, адамдардың жақсы істерін, мінез құлқын, келбетінің, жан дүниесінің сұлулығын сипаттайды, үлгі етеді. Тақырыптың өзегін ашу үшін сабағымызды әрі қарай Өтебай Тұрманжановтың «Тиынды құтқару» әңгімесінен үзінді әңгімелеумен жалғастырайық. Мұқият тыңдауға шақырамын. Дариға кішкентай інісі Анарбайды саябаққа алып келді. Парктың дәл ортасында мұражайы үйі тұрғанды. Сол үйдің теріскей жағында асфальттанған кең, ашық алаң бар. Осы алаңда көгершіндер үйір-үйірімен жүруші еді. Балаларға әбден бой үйреткен құстар бірінші рет келген Анарбайды жатырқаған жоқ. Барлығы да оның қасына қол созымдай жер жақындап, жемін ықыластана теріп жеп жатты. Оған Анарбай қатты қуанды. Дариға мен Анарбай әкелген нанын тауысып, енді орындыққа жақындай бергенде, сонау шеттегі әйелдер қарағайдың басына қарап, әлденеге мәз болып қалды. Тиынды қара, деді Анарбай қуанып. Жүгіріп шеткі қарағайдың қасына жетіп келді. Үлкендігі қос жұдырықтай ғана тиын биік қарағайдан өрмелеп, төмен түсті де, қолын созған бір баланың алақанына секірді. Қызғылттау келген қылшық жүні жылтылдап, көмірдей қара көзі жайнап тұр. Адамға бойы үйренгені сонша, жемі бар балалардың алақанына қорықпай еркін барады. Қатты қызыққан Анарбай да қолын созды. Сүп-сүйкімді тиынды өз алақанына қондырып, өз қолымен оның үлпілдеген жұп-жұмсақ жүнін сипап көргісі келген еді. Бірақ қу тиын оның жемі жоқ құр алақанына жоламады. Анарбай түсінді де әпкесіне «Жүр, үйге барып тағы да нан алып келейікші» деп жалынды. «Жүр», деді Дариға інісінің көңілін қимай. Екеуі асыға барып, саябақтың шетіне жақындай бергенде, ересектеу екі бала ағаштың басына қарап жүгіріп жүр екен. Қолдарында резеңке аша таяқ атқыштары бар. «Әне», деді әлгі екі баланың бірі. Сөйтті де аша таяғының резеңкесін кере созып атып жіберді. «Тиген жоқ», деді екінші бала. «Бұлар не көздеп жүр?» деп ойлаған Дариға тұра қалып ағаштың басына көз жіберді. Анарбай да қарады. Осы кезде биік емен ағашының жоғарғы бұтағынан зып беріп, одан да биік екінші бұтаққа секірген тиынның бұлаң еткен құйрығын бұлар да байқады. Әлгі екі баланың аңдып жүргендері
сол тиын екенін білгенде ызаланған Дариғаның қабағы түйілді. Сөйткенше болмады әлгі екі баланың бірі. Міне, мына жерден анық көрінеді дегенде секпілбет сары бала оның қасына жетіп келіп, аша таяғын тағы да соза берді. Атпа! Дариға бар даусымен айқайлап жіберді. Атпаңдар, көздерін қиып қалай атпақсыңдар? Дариға ана баланың қолына жармасып еді, ол сенің тиының емес, деп қолын қағып жіберді. Дәл осы кезде әпкесіне зәбір көрсеткен ана ересек баланың шаужайына енді. Анарбай барып жармасты. Бұлар өстіп, керілдесіп жатқанда, екінші бала емен бұтағында жасырынып отырған тиынды көздеп атып жіберді. Дариға мен Анарбай, ағай, ағай, деп сонадайда кетіп бара жатқан ересек кісіні жәрдемге шақырып, бар даусымен айқайлады. Бірақ бұл кезде болар іс болып қалып еді. Әлгі баланың көздегені қате кетпей, бұтақ басында отырған аңқау тиын топ етіп жерге ұшып түсті де, қайта тұрып, жан дәрмен ілгері ұмтылды. Аяушылықты білмейтін мына пәлелерден қашып құтылғысы келді. Құтыла алмады. Қайта жығылып, артқы аяғын ебедейсіз сермей берді. Дариға мен Анарбайдың айғайына бұрылған кісіні көріп қалған әлгі екі бала өздері атып түсірген тиынды алуға жүректері дауламай, ағаш-ағаштың арасымен тұра ағашты да іле көзден таса болды. Анарбай тиынның қасына келіп, жүнінен сипағалы қолын созды. Мойылдай қара көзі жасаурап, жаны қиналып тыпырлап жатқан тиынды аяп жылап жіберді. Тырбыңдап жатқан тиынды көрген әлгі кісі бар жайды бірден сезді де, оны жерден тез көтеріп алды. Аға, деді Дариға жыламсырай сөйлеп. Жедел жәрдем қажет. Қайда апару керек, айтыңызшы, мен өзім алып барайын. Иә, жедел жәрдем керек, деді ана кісі де оның сөзін қоштап. Қазір мына хайуанаттар бағындағы жануарларды қарайтын дәрігерге алып барған жөн. Мен де барамын, деді Анарбай. Бірге барайық, деді бейтаныс кісі. Олар көшеге шығып такси ұстады да, үшеуі бірдей хайуанаттар бағына келіп, жаралы тиынды дәрігерге көрсетті. Жазыла ма, өліп қалмай ма, деп сұрады Дариға дәрігерден. Емдейміз, жазылады, деді ол. Ертеңіне Дариға мен Анарбай әдейі келіп, жаралы тиынның жағдайын білді. Кішкентай тиын ауыр жараланбапты. Оны қолдарына алып саябаққа қайта келіп жібере қойды. Қызғылт тиын ағашты өрмелей биіктеп, бұтадан бұтаға секіріп, ойнай жөнелді. Тиынның жазылғанына қатты қуанған Дариға мен Анарбай біраз қызықтап қарап тұрды. Содан бері қолына аша таяқ алып, бейкүнә жануарлар мен құстарды көздеп, атып жүрген балаларды аңдып жүретін болды. Мәтіннің мазмұнын, оның астарындағы ойды толық түсіну үшін келесі сұрақтар арқылы талқылап көрейік. Дариға мен Анарбай тиынды неліктен құтқарып алды? Адамның қоршаған табиғатты сүюінің мәні неде деп ойлайсыздар? Әңгімедегі кейіпкерлердің ізгі әрекетінен қандай сабақ алдыңыздар? Өздеріңіз қоршаған әлемге деген сүйіспеншіліктеріңізді қандай әрекеттермен көрсетіп жүрсіздер? Табиғат жерге қандай көрік берсе, адамдар өмірге сондай көрік береді. Сондай көрік пен сұлулықтан, жылылықтан тұратын табиғаттағы өсімдіктер мен суларды, жан-жануарлар мен құстарды сақтау, қасиетті жерімізді таза ұстау, аялау біздің адами борышымыз. Табиғатты қорғау, жер-ананы қорғау, табиғатты қорғау, өзіңді қорғау. Табиғат бізді қоршаған дүние. Аспан мен жер, тау мен су, жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Оқулықта берілген бірінші тапсырмаға сәйкес Ыбырай Жақаевтың
Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Жер, су, ауа, адам баласының ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. Әрбір ағашты, әрбір бұтақты, жалғыз дәнді де ыждахаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі деген ой тұжырымын талқылаңыздар. Екінші тапсырма. Табиғатты қорғау, өзіңді қорғау тақырыбына эссе жазыңыздар. Оқулықтағы үшінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, ондағы негізгі ойды сыныптастарыңызбен бірге талқылап, өз тұжырымдарыңызды жасаңыздар. Қоғамға қызмет ету жобасын іске асыруда одан әрі жалғастырамыз. Жобаның қызықты және тартымды тұстарын сипаттайтын көрме, бейнекөрініс немесе презентация дайындап көпшілікке көрсетіңіздер. Құрметті оқушылар, осымен сабақтың соңына да жеттік. Адам қашанда табиғат әсемдігіне, сұлулығына тамсанған, таңданған, қуанып шабыт алған және қамқорлық жасаған. Табиғатты сүю оған деген құштарлықтан, оның үйлесімділігі мен сұлулығына тәнті болудан басталады. Табиғатты сезіну арқылы адам өз табиғатының қасиетін ұға алады. Денсаулығын нығайтып, шабытының қайнар көзін ашады. Адамның табиғатпен етене жақындасуы сұлулықты сезіндіріп, бойыңа күш-қуат қосып, шығармашылыққа жетелейді. Осылайша адам табиғаттың ғажайып күшін түсініп, оны аялап, әлпештеуге үйренеді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.